Құдайға шүкір, қазір мен жұмыс жасамайын дейді. Дүниеге өзі келеді дейді да. Қазір мен осы Шымкентте бай жігіттің бірі да. Қыздар келеді, құдағилар келеді дейді да. Ержан, мен мынаны құдағиларыма берсем дейді екен да. Не қылам бұны жинай берді дейді екен. Ай, анашым, неге сұрайсың менен? Ол сенің затың. Кімге берсең де сенікі деп айтам дейді да. Қыздарыма алтын берсем болам, бере бер деп айтам дейді. Бер. Кімге бересің, бер. Ол сіздікі. Әркім өз затына өз қожайын деп айтам дейді. Жаным сол деп айтады дейді. Қазір ойласам, сол күн анам ұйықтамайды екен дейді. Таң атқанша дуа жасайды екен ғой дейді. Жасамайды ол дейді. Бірақ мен есін аса күледі екен дейді. Сонда білдім, ананың періштесі бар екен дейді. Періштер зауса болды екен ғой дейді. Құдайға шүкір, қазір мен жұмыс жасамайын дейді. Дүниеге өзі келеді дейді. Қазір мен осы Шымкентте бай жігіттің бірі да. Маған өзі келіп жатыр дүние дейді. Сонда ол анамның разылығы дейді. Мен анамның разылығын алдым деп ойлаймын қазір. Ол кездерде мен ойлаған жоқпын дейді. Қазір альхамдулиллах шүкір дейді. Сонда ананың ұзақ түсіруі балаға да байланысты екенін білдім дейді. Шүкір, балаларым да өзімнің қызметімді өзім істеп жатыр дейді. Дүние бұл жалғандікі, ол жалғанға кетпейді деген рас екен дейді. Міне ана деген сол. Сондықтан ол қай уақытта қызмет жасайды, ол баланың міндеті. Егер де анаға қызмет жасамаған бала мына өмірден махрұм қалды деген сөз. Көрдіңіз ба? Бір анасын құрметтеп отыр, баласын тәрбиелеп отыр. Бір анасын құрметтеп отыр, келіншегін тәрбиелеп. Ондай күйеуден келіншек алдынан өтпейді ғой, ондай көріп отқан келіншек. Сол құрметті көріп отқан бала әкенің алдынан өте ме? Өтпейді ғой. Сондықтан біз тәрбиені айтып емес, іспен көрсету керек қой. Ата-ана деген ол біз үшін айтып келмейтін нәрсе ғой. Ата-ананы уақытысында жіберіп алмау керек. Сол уақытысында ата-ананы құрметтедіңіз ба, сол уақытта бала да тәрбиеленіп жатыр ғой. Балаға да күш жұмсамайсыз да, әйелге де күш жұмсамайсыз. Қызмет жасайсың тек қана ата-анаға, ата-ана разы. Міне сол ата-ана құрмет.